Құрметті менің көрермендерім, бүгін мен бір кешкі асқа жеңіл-желпі тамақ істейін деп, осындай 5-6 картошканы пісіріп жатқан жайым бар. Бұл енді әсіресе ет болмай қалған кезде, немесе тездетіп ужин жасау керек болған кезде өте таптырмайтын әдіс. Міне өстіп жуамызды әдемілеп турап аламыз. Міне мен тұз бұрышын қосып жатырмын. Қазір жақсылап араластырып, тамағымды жасауға кірісемін. Томатты қуырып алайын кішкене. Әтеге сарымсақ қоспай тұрмын. Кішкене томат қуырылсын. Екен осындай болды. Тұз салдық, су құйдық. Мен біздің тамағымыз дайын болды. Әдемілеп салып, соусын ортасына қоямыз қазір. Менің көрермендерім, бүгін мен міне осындай тамақ әзірледім. Бағана мен сіздерге балам болмай қалып дұрыс командаса алмай қалдым ғой деймін. Бүгін сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна пайдалы кеңес аккаунтына тіркеліңіздер. Пайдасы өте зор. Қазіргі кезде мен міне жаз бетінде құрт, ірімшік, далада піскен бәтер, енді одан да басқа пеште пісірілетін заттармен сіздермен бөліскелі жатырмын. Сондықтан менің каналымдағы видеоларды көріңіздер. Менің каналыма бір ғана қоңыраушаны басып, менің каналымды қолдаңыздар. Әр қазағым жалғызым, қазақ қыздарын қолдаңыздар, қазақ келіншектерін қолдаңыздар, қазақтың анасын қолдаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей пайдалы кеңес аккаунты, пайдалы кеңес. Сіздермен бірге болған әдеттегідей пайдалы кеңес авторы. Менің каналымнан зор пайда алатындарыңыз сөзсіз.